Баршаңызға сәлем. YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай әрі дәмді сметаник пирогын дайындайтын боламыз. Бізге қажет азық-түліктің бәрі осы видеоның астында жазылып тұратын болады. Ең бірінші біз сары майымызды үккіштен өткізіп аламыз. Егер сары майыңыз жұмсақ болса, бөлме температурасында тұрған сары майды қолдарыңызбен осылай крошки жасайсыздар. Орысша айтқан кезде осындай болу керек. Үстіне қант, жұмыртқамызды және нан қопсытқыш ванилинді салып, бір жұмыртқамызды салып, қамыр илейміз. Қамыр илегенде бұл бізде песочный қамыр болады. Көп илеудің қажеті жоқ, тек қана басып іріксе болды. Осы қамырымызды 20-30 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрған кезде біз ішіндегі салмасын дайындаймыз. 20% қаймақ, үстіне жұмыртқа, қант және ванилин салып араластырамыз. Мендегі бұл жерде қаймақ дүкеннен алынған қаймақ. Бұл жерде сіздерде жұмыртқаларыңыз кішкентай категорияда болса, онда 4 жұмыртқа саласыздар. Менде форма бұл жерде 24 диаметрлік. Қамырымызды тоңазытқыштан алдық, енді бортик жасайтын боламыз. Жарты қамырды қойып қоямыз, жарты қамырмен жұмыс істейміз. Қазір шетін бәрін жасап алдық бортик, енді қалған қамырды осылай ортасына жайып шығамыз. Осы уақытта пештеріңізді қыздырып қойыңыз алдын ала, 180 градуста 35-45 минутта пісіріп аламыз. Шетіндегі қамырларды біркелкі пісу үшін осындай жұдырығымызбен әдемілеп барлық шетін айналдыра жөндеп шығамыз. Сол кезде асты біркелкі тегіс болатын болады. Міне салмамызды құйдық. Енді жаңа ысып тұрған пешімізге саламыз. 30-35 минутта бір қарап қойыңыздар, үсті күйіңкіреп кетпесін. Менің пешімнің бір жағы кішкене қаттырақ пісіреді, сол үшін осындай кішкене күйіңкіреп қалды. Енді пирогымызды суығаннан кейін формасынан шешетін боламыз. Пирогты ыстықтай формадан шешпеңіздер және ыстықтай кеспеңіздер, себебі ол ішінде салмасын бәрі ағып кететін болады. Мен 2-3 сағат дегенде формасынан шешіп кесіп дәмін көрдік. Өте дәмді, оңай жасалады және тез жасалатын пирогтардың бірі. Енді астында қағазынан шешіп аламыз, ол оңай шешіледі. Қазір видеода көрсететін боламыз сіздерге. Мен үстіне қант ұнтағын септім, кішкене жаңа күйіңкіреген жерін жабу үшін. Нәзік пирогтардың бірі. Қазір кесіп көрсетемін сіздерге. Барлығы піскен әдемі болып. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода тағы да басқа рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған мен Майра. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.